Айналайын халқым. 1992 жылы Сауд Арабиясының королінің тапсырмасымен Меккеге кірдім, 2 рет кірдім. Сол Меккеде тілек тілегенде 4 бұрышында 4 намаз оқы. Барлық тілегім қанша қиыншылық көрген халқыма, қазаққа тәуелсіздік бер, соны нығайта бер, соны ұстап қалуға күш, қуат, ақыл бер деп тіледім. Сол тілегім орындалған сияқты, сондықтан Аллаға арнап осы мешітті салдырдық. Ол ең зәулім дүниедегі мешіт қазір. Барлығы оны таныды, білді. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Халқымыз жағы түспей жаманшылық көрмесін. Алдымыздағы бала шағаларымыз аман болсын. Енді тәуелсіздігімізді нығайтып, Қазақстанымызды өркендетіп,